Қайырлы күн, каналыма қош келдіңіз. Инсульт мидың жүйке жасушаларының зақымдануы мен өлуіне әкелетін ми қан айналымының бұзылуы. Инсульт өте қауіпті ауру. Ол кенеттен және жылдам дамиды. Салдарынан науқас өліп кетуі мүмкін. Инсульттің симптомдарын байқаған бойда науқасқа жедел медициналық көмек көрсету керек. Инсульттің тағы бір салдары ол адамның мүгедек болып қалуы. Инсультпен ауырған адамдардың 70-80% мүгедек болып жатады. Келесі патологиялық күйелер инсультті тудырады. Оларға миға қан құйылу, мидың инфарктісі және торлы қабық астына қан құйылу жатады. Инсультті тудыратын факторлар: гипертониялық ауру, қан қысымының жоғары болуы, ұйқы артериясының стенозы, яғни тарылуы, тромбоз, эмболия, қан ұйғыштықтың бұзылуы, ми қан тамырларының аневризмі, жүрек ритмінің бұзылуы, атеросклероз және де басқа да жүрек қан тамыр аурулары, қант диабеті, зиянды әдеттер, темекі, алкоголь тұтыну, ұйқысыздық, май басу, демнің тоқтауы, демнің 10 секундтан артық тоқтауы, ағзаның салқындап қалуы, жарақаттар, адамның жасының үлкеюі. Инсульттің түрлері: ишемиялық инсульт, мидың инфарктісі, яғни инсульттің ең жиі кездесетін түрі ми артерия тамыры тарылып немесе бітеліп қалғанда миға қан келу кенет тоқтайды. Ми жасушалары оттегімен келетін пайдалы қоректен айырылып, аз уақыт ішінде өле бастайды. Екіншісі геморрагиялық инсульт, ми ішіндегі гематома, яғни инсульттің бұл түрі қан тамырдың жарылуынан немесе тесіліп ағуынан болады. Транзиторлы ишемиялық шабуыл немесе микроинсульт. Инсульттің бұл түрі қысқа мерзімді 5 минуттан кем инсульт симптомдарының орын алуы. Микроинсультте тромб миға қанның айналуын бұзады, бірақ үлкен зақым тигізбейді, өйткені тамырдың бұғатталуы уақытша ғана болады. Маңызды: микроинсультте де жедел жәрдем шақыру керек. Инсульттің алғашқы белгілері мен симптомдарына тоқтала кетсем: кенеттен әлсіздіктің пайда болуы, сал ауруы немесе бет, қол, аяқ ұштарының оюы, сөйлеудің бұзылуы, көз көргіштігінің нашарлауы, бастың қатты ауырсынуы, бас айналу, тепе-теңдікті жоғалту және жүру координациясының бұзылуы. Адамда инсульт болып жатқанын қалай білуге болады? Егер адам теңселіп, өзін еркін ұстай алмай тұрса, мас адам мекендеп қалдыруға асықпаңыз. Бұл инсульттің симптомдары болуы мүмкін. Келесі белгілерге мұқият қараңыз. Біріншісі, одан көмек керек емес пе деп сұраңыз. Жауап беру кезінде сөздері анық шықпай, тілі күрмеліп жатыр ма, мән беріңіз. Екіншісі, күлуді сұраңыз. Күлгенде езу әртүрлі линияда тұрса, онда ол инсульттің симптомы. Үшіншісі, қолын қысып көріңіз. Инсульт кезінде қол алысуда қолдары әлсіз болады. Бір қолын жоғары көтеруін сұраңыз. Қолы қайта төмен түсіп кетсе, бұл да инсульттің белгісі болады. Осы белгілерді байқаған жағдайда жедел жәрдем шақырыңыз, алғашқы көмек көрсетіңіз. Инсульттің салдары: аурудың салдары әр адамда әртүрлі болады. Кейбірінде тіпті болмауы да мүмкін, ал кейбірінде уақытша немесе мәңгілік мүгедек болып қалу қаупі бар. Салдары: сал ауруы немесе бұлшық еттердің қимылын жоғалтуы, сөйлеудің немесе жұтынудың бұзылуы, есін жоғалту, дененің кейбір бөліктерінің ауырсынуы немесе оюы, өзін-өзінің күте алмауы болады. Диагностикасына келсем, дәрігердің тексеруі, сырқатнаманы зерттеу, қан талдауы керек, компьютерлі томография, магнитті резонансты томография, яғни МРТ, ұйқы артериясын ультрадыбыстық зерттеу арқылы тексеру, артериография, эхокардиография. Инсультті емдеу. Инсультті емдеу 3 кезеңнен тұрады: жедел медициналық көмек көрсету, стационарлық емдеу, реабилитация. Алғашқы сағаттарда дәрігерлер алғашқы жедел көмекті көрсетеді. Алғашқы күндері стационарда өлім қаупін азайтатын, мидың зақымдануын азайтатын, инсультті қайталап ұстамау үшін қарқынды терапиямен емдейді. Келесі апталар мен айларда жағдайды бір қалыпта ұстайтын дәрі-дәрмектер беріледі және дәрігердің бақылауында болады. Емдеу. Ишемиялық инсульт емдеуде тромбтарды ыдыратушы дәрі-дәрмектер пайдаланылады. Сонымен қатар, инсультті болдырмас үшін әртүрлі дәрі-дәрмектер, екпе дәрілер және де басқа да медициналық процедуралар қолданылады. Геморрагиялық инсульт емдеу ең алдымен миға қан құйылуды жылдам тоқтатуға тырысады. Ми артериясында түзілген тромбты алып тастау үшін нейрохирургиялық ота жасалынады.
Одан бөлек науқастағы жоғары артериялық қысымды түсіру үшін дәрігер жазып берген дәрі-дәрмекті ішу керек. Қосымша манитол, барбитураттар мен стероидтар берілуі мүмкін. Ауруханадан шыққан соң науқас инсульттен кейінгі реабилитациядан өту керек. Ол инсультті қайта болдырмау үшін керек. Арнайы реабилитациялық орталыққа барған дұрыс. Инсульттен кейін қайта қалпына келу, емдік дене шынықтыру керек, массаж, ауырсынуды басу, оған арнайы электротерапия, магнитотерапия және лазеротерапия процедуралар жасалады. Сөйлеуді қалыпқа келтіру, психологиялық және әлеуметтік адаптация. Инсульт алған адамға достардың, отбасының және жақын адамдардың қолдауы өте қажет. Профилактика. Инсультті болдырмас үшін қауіп тудырушы факторларды жою керек. Келесі ережелер мен нұсқауларды орындау инсульттің немесе қайталама инсульттің алдын алады. Олар: жан тыныштығын сақтау, позитивті ойда жүру, бір қалыпты салмақта жүру, май басуды болдырмау, дұрыс тамақтану, дәрумендер мен микроэлементтерге бай көкөніс пен жеміс-жидек көп тұтыну, тұздан шектелу, белсенді өмір салтын ұстану, ұйқыны қандыру, зиянды әдеттерден бас тарту, артериялық қысымды бақылап жүру, қандағы қант диабетін бақылау, қандағы холестериннің көрсеткішін бақылау. Инсультпен ауырғанда жедел жәрдем шақыру керек және де невролог дәрігерге қаранған дұрыс. Ақпарат ұнады деген ойдамын. Тағы да қандай ақпараттар күтесіздер? Пікір қалдыра кетіңіздер.